Қыздар, бүгінгі сабақ Instagram парақшаға жалпы обзор. Ең бірінші жоғары жақта тұрған логин. Логиндеріңіз дұрыс болу керек. Өздеріңіздің аты жөндеріңізді қойсаңыздар да болады. Қысқа нұсқа болу керек. Санды мүлдем логинге жазбайсыздар, қыздар. Тек қана аты жөндеріңізді жазсаңыздар болады. Одан кейін аватарка. Аватаркада өзіңіздің фотоңыз, жанұяңызбен, отбасыңызбен түскен фото емес, анық өзіңіздің жеке фотоңыз тұру керек. Одан кейін редактировать бөліміне өтсеңіздер, қараңыздар. Осы имя деген жерге мінекей ең бірінші сіздер бизнес парақша қойыңыздар, инстаграмдарыңызда. Оны осы жерде настройканың жанында, егер бизнес болмаса, переключиться деген тұрады, соны басасыздар. Ең бірінші имя. Имя деген жерге қыздар мүлдем өз аттарыңызды жазып қоймаңыздар. Имя деген жерге немен айналысасыз, соны жазасыз. Егер SMM таргетолог маманы болсаңыздар, үлкен әріппен SMM таргетолог деп жазып қоясыздар. Егер бір торт сондаймен айналыссаңыздар, торт, выпечка, Астана деп үлкен әріптермен жазып қоясыздар. Одан кейін міне имя пользователь деген жерге ғана өз аттарыңызды жазасыздар, екінші тұрған. Одан кейін биография бөлімі, бұл жерде де нақты не сатасыз, не үйретесіз, соны жазасыз. Одан кейін міне ссылка деген жерде, осы жерден ссылка қоямыз. Добавить ссылку дегенді басып, Google'дан WhatsApp ссылка жасап, осы жерге әкеп қоямыз. Сосын полды жазасыздар. Страница деген жерден страница тіркеуге болады Facebook'тан. Категория таңдайсыздар. Сосын мына жерде ары қарай еш нәрсеге тиіспейсіздер. Ең басты сіздердің толтыратындарыңыз бұл жерде биография, имя, соларды толтырасыздар. Мына жерде кірсеңіздер, жеке өзіңіздің лишний информацияларыңыз тұрады. Бұның барлығы өздеріңіз білулеріңіз керексіздер. Жалпы міне қараңыздар, келесі бөліміне ең бастысы шапка профила дұрыс толу керек. Не үйретесіз, сол жазылу керек. Одан кейін актуальный бөлімі. Актуальныйды осындай қылып толтырасыздар, қыздар. Не сатасыздар, не үйретесіздер, торт болса тортқа байланысты, заказ, отзыв деген, соның барлығы, процесс работы, соның барлығы қыздар болу керек. Сұрақ жауап міндетті түрде болу керек. Одан кейінгі бөлім бізде мінекей қараңыздар, контент, визуал деген ол міне үйлесімділігі, сіздердің парақшаларыңызға кірген кезде ең бірінші осы актуальныйге қарайды, одан кейін сіздердің контенттеріңізге қарайды. Контенттеріңіз толық болу керек. Қандай сала болсын, SMM-мен айналыссаңыз да, егер SMM таргетолог болсаңыздар, өздеріңіздің качественный видеоларыңыз, фотоларыңыз болғаны дұрыс. Яғни фотостудияға барып жасағандарыңыз дұрыс.